Ал балалар, мен сендерге бүгін етікші деген ертегі айтып берейін. Ерте бір заманда бір кедей етікші болған екен. Етікшінің бала-шағасы көп, кедей, тұрмысы төмен. Күндерін әрең көріп жүрген етікші екен. Етікші қобдишасын құшақтап, әр елді аралап, ауыл-ауылды аралап, бала-шағасын асырау үшін күн көреді екен. Күндердің бір күнінде етікші бір ауылға жол тартады. Ол ауылды өзі бұрын соңғы бармаған соң жолдан адасып қалады. Ары жүреді, бері жүреді, сонымен кеш батады. Кеш батқан соң иесі жоқ бір үйді көріп қалып, сол үйге барып, кіре берісіне пештің үстіне қобдишасын қойып, ұйықтап қалады. Түннің бір уағында бір дәу адам, бір көзі бар адам кіріп келеді. «Мұнда кім бар?» деп. «Мен етікшімін, жолдан адасып қалдым», деп айтады. Сонда дәу адам: «Сен адамдарға керексің, адамдарға пайдаң бар екен. Ана бөлмеге жат», деп өзі кіре беріске жатып ұйықтап қалады. Етікші ары жатып, бері жатып, пышағын дайындап, мынау менің түнімен өлтіреді деп қорқып, әзірейден, дәу адамнан қорқып, ұйықтады-ау деген кезде әзірелидің көзіне пышақты тығып алады. Етікші бұл дәу адамды мен өлтіріп қойдым деп далаға атып шығып, шатырдың төбесіне барып, жатып ұйықтап қалады. Содан таң атады. Таң атқан соң етікші төмен түсіп, үйдің ішін көз жүгіртеді. Сонда бір бұрышта сандық тұрады. Ол сандықты ашып қараса, ішінде толған алтын күміс екен. Етікші өзі көтере алатындай алтын күмісті алып, келген жолымен үйіне қайтады. Үйіне келіп, өзіне керектісін жаратып, барша мұратына жеткен екен. Содан бала-шағасы өсіп, етікшіні асыраған екен. Осымен ертегі бітті балалар. Қош сау болыңдар.